Жаңалықтарымызды бастаймыз. Бүгін қаламыздағы мәдениет орталығының үлкен залында мектеп бітірушілер үшін ерекше кеш өтті. Ол алтын белгі иегерлері мен үздік аттестатқа қол жеткізгендерге арнайы төс белгі тапсырылды. Түлектердің мерейтойына қала әкімі Бақытжан Айдарханұлы қатысты. Мерейлерін асырып, кеш барысында әсем әндер шырқалды. Толығырақ келесі бейнесүкте. Және де дарын мектебінің түлегі Әлсейін Раяға алтын белгімен марапатталды. Былтырғы жылы 21 алтын белгі иесі медаль тақса, биыл олардың саны 46-ны құрап отыр. Сондай-ақ үздік аттестат алғандар 13, бұлардың барлығы дерлік зор қошеметке, үлкен марапатқа ие болды. Бүгін біз жалпы әкімнің қолынан өзіміздің үздік аттестат иегері аттестат алдық. Бұл біз үшін үлкен бақыт. Бұл біздің 11 жыл бойы білім алған біліміміз болса, ОБТ тест сынағынан дәлелдеп өзіміздің үлкен жоғарғы оқу орнына түсу үшін дәлелдеп шығардық. Енді жалпы осы алтын белгі және үздік аттестат иегерлерін құттықтаймын. Және де осы бізге білім берген ұстаздарымызға және өсірген ата-аналарымызға үлкен мыңда бір алғыс айтамын. Бүгінгі таңда Алла қаласа Евразия атындағы ұлттық университетке түссем деп отырмын. Бұл алтын белгі бізге оңайлықпен келген жоқ. Тыңғылықты дайындықтың арқасында біз физика пәнінен алтын белгімді қорғап шықтым. Ұстаздарыма мың алғыс деймін. Алдағы уақытта алтын белгінің сенімін ақтап, білікті маман боламын деген ойдамын. Әлиман Базарбекқызы номері 15-ші Мағжан Жұмабаев атындағы мектеп гимназиясының түлегі, білімді жас алтын белгінің иегері атанды. Ұлттық бірыңғай тестілеу сынағынан 120 баллды еншіледі. Осының арқасында Астанадағы Еуразиялық ұлттық университетіне оқуға түсті. Мамандығын да мығымдап жоспарлапты. Халықаралық қатынастар саласын меңгермек. Бізге өте қуанышты әрі маңызды күн болып табылады. Өйткені бүгін біз өзіміздің жылдар бойы, 11 жыл бойы оқып, ұстаздарымыздың бізге берген білім нәрін сусындап, өзіміздің аңсаған арманымызға жетіп, алтын белгі иегері атанған күніміз. Бүгін бізді үлкен марапатпен, үлкен қуанышпен біздің қала әкіміміз Бақытжан Айдарханұлы марапаттады. Біз осы күнге жеткенімізге Аллаға шүкіршілік етеміз. Және де барлық бітірушіліктерге айтатыным, енді алдағы жылдарда, алдағы өмірде тек қана сәттілік, бұл біздің тек қана ең бастапқы мерекеміз болсын. Алда тек қана қуаныштарда, сәттіліктерде кездесе берейік. Түлектердің бүгінгі салтанаты өзгелер сезіміне серпін беретін үлкен үлгі, мақтан тұтар өнеге. Өз басым сіздердің әлемнің озық көшінен қалмай, уақыттың талабынан талмай, талай табыстың биігінен көрінетіндеріңізге кәміл сенімдімін, дейді қала әкімі. Соңғы 5 жылдың ішінде қаламызда 17 жаңа мектеп бой көтерді. Биыл тағы 6 мектептің құрылысы жүріп жатыр. Осының барлығы енді өзінің оң нәтижесін көрсетіп отыр. Жалпы облыс бойынша Түркістан қаласы ұлттық бірыңғай тестілеудің нәтижесі бойынша 2-ші орын алып отыр. Енді осы біз жастарымыздың оқуға деген, білімге деген құштарлығын арттыру мақсатында биыл дарынды балдардың форумы өтті. Бұл іс-шара алдағы уақытта жалғасын табатын болады. Жалпы жастарды ынталандыру үшін қазір біз осы дарынды балдарының суреттерін арнайы билбордқа шығарып, қаланың көрнекі 4 жерге осы жақын күнде орналастырамыз. Өркениеттің шынайы белгісі мемлекеттің тәрбиелеп шығарған азаматы деп елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев атап көрсеткендей, сіздер білім нәрінен сусындатқан ұстаздарың мен аялап өсірген ата-аналарының үкілі үмітін ақтадыңыздар. 100-ден жүйрік атанып, алтын белгіге ие болу, тәуелсіз елге деген тартуларыңыз. Осы тұста ұстаздар қауымының да қосқан үлестері орасан зор. Бүгінгі алтын белгі алып отқан оқушыларымыз біздің мұғалімдеріміздің еңбегінің жемісі екенін білдіреді. Бұл алтын белгі біздің мақтанышымыз. Біз бұдан кейін де жас ұрпақтарға талмай осылай еңбек етуге әрқашанда дайынбыз. Оқушыларына сапалы білім, өнегелі тәрбие беру үшін барлық мүмкіндіктер жасалуда. Жаңа мектептер салынып, осы заманғы озық технологиялар мен керекті құрал жабдықтармен қамтамасыз етілуде. Ұстаздарды әлеуметтік жағынан қолдау шаралары да жүзеге асырылып келеді. Осының нәтижесінде озат оқушылар республикалық халықаралық сайыстарда жеңіс биігінен көрініп келеді. Ақмарал Ғаниқызы, Фаруқ Абылаев, Антон Лещенко, Тұран, Түркістан.